Менің мектепке таңым. Сәлем достар, сіздерге мен Сайжан Кизет, және бүгінгі біздің видеомыз сіздердің көптен күткен менің мектепке таңым жайлы. Таңертең мен сағат 6:30-дарда оянамын, және де тұра салысымен шашымды буып аламын, маған кедергі келтірмес үшін. Тұра салысымен төсегімді жинап аламын. Төсегімді жинап болған соң жуыну бөлмесіне келіп, ритуалымды жуып аламын. Ал одан кейін мен бетке арналған гель для умываниямен бетімді жуып шығамын. Ол менің бетімді тазартады. Ал одан кейін әрине де тісімді жуамын. Бөлмеме қайта келіп, киімімді мектеп формасына ауыстырып аламын. Киініп болған соң ас үйге келіп, бір стақан су ішемін. Таңғы ас ішпес бұрын су ішіп аламын. Бұл өзің ағзамызға өте пайдалы. Сіздерге де кеңес беремін. Ал одан кейін таңғы асымды ішемін. Таңғы асқа менде көптеген ботқалар болады, немесе омлет, немесе қуырылған жұмыртқа, және де тағы басқалары. Таңғы асымды ішіп болғаннан кейін менде шығуға бір 5-10 минуттай ғана қалады. Сондықтан мен бірден шашымды тез етіп тарап аламын. Тарап алған соң мен әртүрлі өрімдер немесе шаш үлгілерін жасаймын. Бірақ бүгін мен өзімнің сүйікті хвостигімді жасаймын, яғни шашымды биікке буып аламын да, үстіне көлемді резинканы тағамын бантик ретінде. Бұл өте әдемі болып тұрады, және мен өзіме өте қатты жарасады. Және мен өзіме өте қатты ұнайды. Шашымды жасап болғаннан кейін ерніме бальзам Ал одан кейін ерніме 27-ші оттенктегі ерінге арналған қарындашты жағамын. Оның түсі қатты қанық емес, сондықтан әдемі болып тұрады. Осымен мен дайынмын. Енді тек қана сыртқы киімді кию ғана қалды. Бізде қазіргі таңда далада аса қатты салқын да емес, ыссы да емес. Сондықтан сыртынан өзімді сүйікті бомберімді киіп аламын да, аяқ киімімді киіп шыға бастаймын. Мен сағат 7:30-да үйден шығамын да, мектепке қарай барамын. Осымен менің видеом аяқталып қалды. Менің инстаграмыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осы видеоға лайк басып, менің каналыма тіркеліп, колокольчикті басуға ұмытпаңыздар. Мен сіздерді жақсы көремін. Сау болыңыздар.